Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ашық тұқымды өсімдіктердің тіршілік кезеңдері. Ашық тұқымды өсімдіктер тұқым арқылы көбейеді. Жабық тұқымды өсімдіктерден айырмашылығы гүл және жеміс түзбейді. Тұқымдары бір қабыршағында жетіліп, дамып, сол жерден жерге түседі. Сондықтан олар ашық тұқымды өсімдіктер. Мысал ретінде кәдімгі қарағайды алайық. Егер сол өсімдікті жақындатып қарайтын болсақ, аталық және аналық бүрлердің бір өсімдікте орналасқанын көруімізге болады. Аналық бір жанама сабақтардың ұшында жекеленіп орналасады. Түсі қызғылттау. Ішкі құрылысынан назар аударсақ, сыртындағы бір қабыршағынан және тұқым бүрінен тұрады. Алдағы уақытта тұқым бүрінен жұмыртқа жасушалары түзіледі. Аталық бір негізгі сабағында топтасып орналасады. Түсі сарғылттау. Ішкі құрылысына назар аударсақ, сыртындағы бір қабыршағынан, тозаңғаптан және сол тозаңғапта түзілетін тозаңдардан тұрады. Одан алдағы уақытта спермилер түзіледі. Өсімдіктегі аналық тұқым бүрден жұмыртқа жасушасы, ал аталық тозаңнан спермилер түзіліп, екеуі қосылып зигота түзілгенге дейінгі гаметофициясы, ал қалған уақыттың барлығында спорофициясы болып келеді. Құрылысымен таныс болсақ, үрдіске көшейік. Ең бірінші тозаңдану үрдісі жүреді. Аталық бүрдегі тозаңдар аналық бүрдің тұқым бүріне жел арқылы барады. Сөйтіп, аналық тұқым бүрімен қосылғаннан соң, сыртындағы бір қабыршағы шайырмен бірігеді. Одан кейін ұрықтану тек келесі жылы ғана жүзеге асады. Оған дейін аналық бүрінің пішіні үлкейеді және жасыл түске айналады. Бір жыл өткеннен кейін ұрықтану жүріп, зиготадан тұқым қабығына оралған ұрық дамиды. Осылайша, ашық тұқымды өсімдіктердің тіршілік кезеңі жүзеге асады. Ересек өсімдік бұл тұқыммен қалыптасатын спорофит. Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.